Советтік психоаналитика. Фрейдтің теориялары ұзамай СССРден бір-ақ шықты. Оның құмарлық теориясы большевиктердің сексуалды революциясына дем берді. Троцкий қазан төңкерісіне дейін Венада жатып Фрейдтің психоанализмімен танысты. Академик Павловқа жазған хатында фрейдшілермен жақын араласып лекциясына қатысқанын айтады. Психолог Эткиннің айтуынша Троцкий мына идеяға қатты бекіген. Коммунистік қоғамда бірде-бір невроз, бірде-бір дін болмауы тиіс. Адамның жалғыз мұқтаждығы материалды физиологиялық қалауын қанағаттандыру. Дін, керісінше, иллюзия жасап, пенденің мұқтаждығын ғайып әлемнен іздетіп қояды. Біз оны Фрейдтің құмарлық теориясымен талқандаймыз деді. Фрейдтің өзі дінге қатысты бүйдеген. Адам өмір сүргісі келеді, бірақ түбінде жоқтыққа сініп, жоғалып кетуден қорқады. Сосын әдемі ертегілер ойлап табады. Адам жанының ұшуы, пейіш, мәңгі өлмеу, Құдай, қайта тірілу сияқты иллюзияны қолдан жасайды. Бұл ащы өлімді тәтті бояумен сырлағандай мағынасыз тірлік. Троцкийге Фрейдтің Эдип комплексі ерекше әсер етті. Оған неврозсыз коммунистік қоғам құру үшін Эдип комплексімен күресуге тура келді. 1921 жылы халықаралық ынтымақ деген балалар үйін ашты. Онда фрейдистер баланың сексуалды қалауын тәрбиелеп, эксперименттер жасады. Ұл мен қызды жалаңаш жүргізіп, ваннаға түсірді. Интимдік сұрақтар қойып, ненің ұят емес екенін үйретіп бастады. Бірақ бір нәрсені ескермеді. Ар ұят априори феноменге жатады. Ол туа бітті қасиет. Адамға мынау ұят болады деп этика нормалан бейсаналы түрде сыбырлап тұрады. Оны ғылымда болмыстың имплицивті танымы дейді. Ол табиғатында логиканың алдында жүреді. Ақылмен санасып отырмайды. Келеңсіз іске шатылғанда не боп не қойғанын ақылмен айырып үлгерем дегенше, ар ұят жүректі шымшып, тұла бойынды қобалжытып, құлағының ұшына дейін қызартып жібереді. Канттың өзі ар ұяттың осындай құдіретіне тәнті болған. Франкл оны ана мен сәбиді жатырда жалғап жатқан кіндік бауына теңеген. Ананың бойындағы құнарлы дәру мен бөпенің тәніне кіндікпен кеп құйылады. Дәл сол сияқты Тәңірдің заңы мен низамы адам болмысына ар ұят арқылы дариды. Сәби жетілген сайын ар ұят та эволюция жолымен дамып отырады. Ол ненің ұят, ненің арсыз екенін компас сияқты нұсқап тұрады. Ата-анасы айтпаса да, сәби есейген сайын бейсаналы түрде әуретті жерін жауып бастайды. Ал совет психоаналитиктері мынайдай тығырыққа тірелді. Патшаның тақтан құлатқан соң большевиктер билікке келді. Бірден дінді жоққа шығарып, атеизмді көтерді. Діннен бас тартқанда діннің компоненттері ар ұят, жауапкершілік, еркіндік, махаббат, қайғы, өлім феномендерінде қолдан өлтіруге тура келді. Бәрінің антологиясын тәңірлік әлемнен үзіп, имманенттік әлемге сығызды. Адам партия алдында ғана жауапкершілік арқалады. Партияға неғұрлым адал болсан, соғұрлым адалсың. Еркіндікті дін мен үстем таптан құтылу деп түсіндірді. Еркін секс махаббаттың сынарына айналып шыға келді. Қайғы мен өлім санадағы қорқынышты үрей саналды. Ар ұятты шартты рефлекспен түсіндірді. Мысалы, кішкентай сәбиге ас ішерде қолыңды жу деп айта берсен, миы шарттанады. Кейін қолыңды жу деп айтпасан да, бейсаналы түрде қолын жуа береді. Яғни адамның әдетіне ар ұят емес, тәрбиесі әсер етеді. Сол сияқты адамға сәби күнінде интимдік моральды ашық үйретсек, ол да шарттанып миына сіңеді. Есейгенде автоматты түрде жүріс-тұрысы мен әдет-әдебіне әсер етеді. Сондықтан сәбидің санасындағы сексуалды мотивтердің түбін ақтарып, Эдип комплексін соқыр ішек сияқты алып тастаймыз деді. Совет психоаналитикасы осылайша жаңа қоғамның жаңа адамын жасауды жоспарлады.
педология әдістемесін жасады. Эксперимент сәтті шықса, СССРдегі бүкіл интернатқа қолданбақшы болды. Басында бұл мекемеге тек жоғары шенділердің баласын іріктеп алды. Ішінде Сталиннің баласы Василий де болды. Бірақ 1925 жылы балалар үйі жабылып қалады. Ғалымдар эксперименті сәтсіз шықты деді. Бейресми дерек бойынша эксперименттерге қатысты Сталин мен Троцкий арасында кикілжің туған. Троцкий патшалық Ресейді төңкерерде мына нәрсені мұқият ойланды. Ол дін. Дінді радикалды жолмен жойғанмен тіршілікте өлім, қайғы, қасірет тоқтамайды. Белді атеистің өзін оқыстан соғатын қайғы факторы шайқалтып жіберетін. Тылсым күшке деген сұраныс бәрібір тумай қоймайды. Оны түсіндіру керек. Бұрын түсіндіруші рөлді дін атқаратын. Дінді қиратқан соң оның орнын бір нәрсемен бітеу керек. Троцкий Фрейдтің психоанализмімен танысқанда іздегенін тапқандай қуанды. Дінді психоанализбен ауыстырамын деп шешті. Сол үшін Совет одағы фрейдистерді көптен кіргізді. Фрейдизм ол кезде Америка түгілі Европаның өзінде атақты емес еді. Бірде-бір мемлекеттің қолдауына ие болмаған. Олардың емін-еркін жұмыс істеуіне тұңғыш жол ашқан коммунистер. Психология және психоаналитика кітапханасы сериясымен Фрейдтің барлық еңбегін орысша аударуға қаржы бөлді. 1922 жылы орыс психоаналитикалық қоғамын құрып берді. Онда Ермакова, Шпильрейн, Шимте, Вульф, Вейсберг, Габрический, Сидров, Блонский, Шацкий, Невский, Канабих, Успенский, Авербух, Фридман, Выгодский сияқты совет психоаналитиктері жұмыс істеді. 1923 жылы Мәскеуде мемлекеттік психоаналитика институты ашылды. Осылай Советтік империяның әр түкпірінде Фрейдтің еңбектері насихатталып, университетке пән болып ене бастады. Бір қызығы, Европадағы фрейдистер советтік психоанализді саясиланған деп сынады. Өйткені үнемі партияның қадағалауында болды. Соның дегенін істеді. Балаларға эксперименттер жасады деп кінәлады. Совет психоаналитиктері ішінде танымалы Сабина Шпильрейн. Оның тағдыры қызық. 18 жасында қояншық ауруына шалдығады. Ауқатты әке-шешесі қызын атақты психолог Карл Густав Юнгке жіберді. Юнг қызды бір жылда емдеп шықты. Сабина ем алып жатып психологияға қызықты. Сөйтіп 1905 жылы Цюрихтегі медицина университетіне түсті. Сабина мен Юнг арасында сезім пайда болады. Бұл кезде Юнгтың бала шағасы әйелі бар еді. Өзі моногамды некені, яғни әйеліне адал болуды насихаттап жүрген. Артынан екеуінің жасырын жүрісі бүкіл Швейцарияға мәлім болды. Амалсыз бір-бірінен қол үзуге тура келді. Мұнан соң Сабина Зигмунд Фрейдке хат жазды. Фрейд оны Венаға шақырды. Көп ұзамай Фрейдтің жетекшілігімен ғалым атағын алды. Фрейд пен Сабина арасында да интимді байланыс болды деген қауесет бар. Акимов «Образец обмана общественности» деген еңбегінде Сабинаның өмірін былай тарқатады. Бала кезінен Сабинаның психикасында сексуалды ауытқу басталды. Әкесі ұрып сабағанда содан қозып ләззат алатын. Кейін осы әсерін Юнгке баяндайды. Юнг мұны тыңдап электрокомплексін дамытты. Ал Фрейд Сабинаның рақат сезімін Эдип комплексінің тағы бір дәлелі деп түсіндірді. Шпильрейн 1912 жылы «Деструкция как причина становления» деген еңбегін жарыққа шығарды. Онда мазохистердің психикасын талдады. Адам тек секстен емес, өзін қинап та рақат сезімге бөленеді. Осы қинаудың түбінде құмарлық жатыр деді. Бұған дейін психоанализде сексуалды инстинктке қарсы өлім инстинктін антоним ретінде қоятын. Енді өлімге ұмтылудың өзі құмарлықтан шықты. Себебі өлімге ұмтылудың астарында өмірге деген құлшыныс бар. Мысалы, бір жануар саналы түрде өлімге басты кет. Осы көзсіз ажалға ұмтылуының астында төлінің өмірін сақтау,
оған өмір сыйлау мотиві жатыр. Ол өлімінен қасірет емес, рақат табады. Адам да ажалы толып қартайып өмірден өтеді. Бірақ осы өлімнің астарында жаңа бір ұрпақ келіп тіршілікті жалғастырып жатыр. Сондықтан өлімді үрей инстинкті емес, өмір инстинкті ретінде аламыз. Сексуалды құмарлықтағы садистік компоненттер де деструктивті құмарлықтан шығады. Адам өзін қинап та рақатқа бөлене алады деді. Бұл психоанализдегі өлім инстинктін зерттейтін еңбектер мен жабайы сексуалды әдістердің фундаменті болып қаланды.